персоналды. Мен өзімнің ұрыстағы тәжірибемнен сарбаздың бойында жауынгерлік қасиетті тәрбиелеуді, халықтардың басынан өткен жауынгерлік жолдары мен ұлттық дәстүрлердің маңызы аса зор екенін көзім жетті. Қазақ халқының өткен тарихындағы барлық жақсы дәстүрлер бүгінгі таңда қайта салтанат құруға тиіс. Халық даналығының алтын қазынасы біздің жетістігімізге айналып, біліміміз бен тәжірибемізді айтып, істерімізге қолғабыс жасауға тиіс. 118. Тарихымызда даңқты қазақ жігіттері Наурызбай, Исатай, Махамбет, Амангелді және басқалардың ерлік істері мен қасиеттерін біздің қазіргі заманғы жігіттеріміздің бойына сіңдіруді дәстүрге айналдыру керек. Жастарымыздың оларды нашар білетіні қандай өкінішті десеңші. 119. Жеке мақтаныш сезімі дегеніміз не? Жеке мақтаныш сезімі ерлікті тудырады. Жасық жан ер жүрек бола алмайды. Жасық жан жанқиярлы ерлік жасауға да қабілетсіз. Ерліктің анасы мақтаныш. Тазалық, ұқыптылық, тән мен жан жүйесінің кіршіксіздігі жеке мақтаныш сезімін тудырады. Өзін өзі ұстай білушілікке үйретеді. Өзі мен айналасындағыларға талап қоя білуге дағдыландырады. 120. Сыртқы тәртіпсіздік адамның ішкі кемістігінің белгісі. Кір, қоқыс адамды аздырып тоздырады. Жұмыста салақ, ұқыпсыз адам әскери қызметте де, жұмыс орнында да салақ, ұқыпсыз болып келеді. Сыртқы ұқыптылық, ішкі жинақылықты, өзін өзі ұстай білушіліктің, өзіне және айналасындағыларға талап қоя білушіліктің белгісі болып табылады. Қолғаш күндері Бауыржан Момышұлы.